20 метр биіктіктен еркін түсетін 20 килограмм дененің жер бетінен 1 метр қашықтықта потенциалдық және кинетик энергияларын табыңыз. Берілген. Бірінші биіктік бізде 20 метр, екінші биіктік 1 метр, масса 20 килограмм, еркін суде 10 деп алайық жуықтағанда. Табу керек. Бізде екінші жағдайдағы кинетикалық потенциалдық, яғни Е кинетикалық 2, Е потенциалдық 2. Талдау. Алдымен суретін салайық. Яғни бірінші дене бізде 20 метр биіктікте болды. Сосын ол құлады. Құлады. 1 метр қалды мына жерде. Мына жер бізде 1 метр, мына жердің беті. Сонда біздер мынау H1 20 метр, мына жер H2 1 метр. Бұда не көреміз? Құлағанда бізде Е кинетикалық құлап кеткенде бастапқыда ода жылдамдық болған жоқ, 0 болады. Яғни V1 тең 0. Биіктік бар, потенциалдық энергия бар, ол mgh1 болады. Мына нүктеде ол жылдамдық алып келіп төмен құлап келе жатқанда V2. Сонда кинетик энергия бізде mv квадрат бөлу 2, потенциалдық энергия mgh2 болады. Энергияның сақталу заңы бойынша бізде мына энергияны қосқанда, мына екеуін қосқанда олар бір-біріне тең болу керек. Бұдан E1, EP1 тең болады. EK2, EP2 энергияның сақталу заңын жазамыз. Бізде бірінші кинетик энергия 0-ге тең. Сонда бізде mgh1 тең болады. Кинетик 2-ні табамыз. EP2-ның орнына mgh2 қоямыз. Бұдан E кинетикалық 2, ол mgh1 азайтылған mgh2 болады. Ал Е потенциалдық энергия, ол бізде mgh2. Яғни біздің есептеу формуламыз мынау, 2 формула. Алдымен екінші кинетик энергияны табайық. mg-ні жақшаның сыртына шығарайық, сонда h1 минус h2 болады. Масса бізде 20, G10, 20 метр азайтамыз 1 метр, сонда бізде 3800 джоуль пайда болады энергия. Екінші потенциалдық энергиямыз 20, mgh қой, 10, 1 метр. Бұдан бізде 200 джоуль болады. Яғни жауабымыз 3800 джоуль, кинетик энергия, потенциалдық энергия 200 джоуль. Мылтықтан атылған оқ 1000 метр секунд жылдамдықпен ұшады, кейін 500 метр секунд жылдамдықпен жерге құлады. Егер оқтың массы 10 грамм болса, онда кедергі күшінің жұмысын табыңыз дейді. Яғни оқ 1000 мен ұшады, 500 мен түседі, оның жылдамдығын азайтқан кедергі күші. Бірінші жылдамдық 1000 метр секунд, екінші 500, масса 10 грамм, табу керек жұмыс. 10 граммдай ХБЖ айналдырамыз, 101 килограмм. Бұнда бізде А деген жылдамдықта белгісін кинетик энергияның өзгерісі болады. Кинетик энергияның өзгерісі ол бізде EK2 азайту EK1. Кинетик энергия EK2 деген ол бізде масса жылдамдықтың квадраты бөлу 2, EK1. Ол да масса бірінші жылдамдық квадраты бөлінген 2. Шешуі. Бірінші энергияны табайық кинетикалық. 101 килограмм көбейтеміз 1000 метр секундтың квадраты бөлінген 2. Сонда бізде 5000 болады джоуль. Екінші кинетикалық энергия 101 көбейтеміз 500-дің квадраты бөлінген 2. Сонда бізде 1250 джоуль болады. Енді жұмыс табу үшін осы екі энергияны азайтамыз. Модульге аламыз, яғни үлкеннен кіші азайтамыз. Сонда бізде 3750 джоуль болады.